Кайырлы күн. Бүгүнкү күнгө сәттілік. Айыгыз ауданы бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Аягөз ауданы нөмір 4-ші жалпы білім беретін орта мектептің музыка пәні мұғалімі Шылаубаев Таңырбек Тұрарбекұлы. Бүгін мен сіздерге музыкалық білім берудегі геймификацияның пайдасы туралы әдістеме құралымен сіздермен бөлісіп отырмын. Жалпы осы геймификация дегеніміздің өзі не? Жалпы геймификация біздегі қазіргі өздеріңіз білесіздер, ақпараттың барлығы дамыған заманда оқушыларды көп нәрсеге қызықтыру мүмкін болмай қалады кей жағдайларда. Сол кездердегі бірден-бір көмекші құрал болатын осы геймификациялық құрал деп білемін. Өйткені бұл жерде балаларға сабақ өткізген кезде негізінен ойын элементтерін пайдаланамыз. Енді геймификацияға не жатады? Ойын элементтері, мотивациялық құралдар, қызықты оқытулар. Енді ойын элементтері болған кезде қарап отырсаңыздар, өзі балалар көп жағдайда кейбір томаға тұйық балалар болады. Соларды қазіргі таңда біз енді топқа бөліп оқытамыз. Сондай кездерде сабаққа көп араласпай жатқан балаларды осы ойын элементтер, яғни ойынға қоса отырып, балалардың қызығушылығын арттырады екенбіз. Екінші мотивациялық құрал болатыны осы өткізілген ойындағы балалардың жақсы жауап беруін, яғни балалардың жүріс араласып отыруына біз қолдау көрсетіп, оларға марапат жасап отыратын болсақ, баланың одан сайын құлшынысы артады екен. Енді оның қызығушылығы сол осы мотивациялық көмек бергеннен кейін ары қарай қызығушылығы артып, балалар осы сабақты жақсы меңгереді екен. Енді бұл жердегі ең негізгі мақсатымыз музыкаға деген қызығушылығын арттыру, оқу процесін қызықты және тартымды өткізу, музыка дағдыларын дамыту, оқушылардың өзара әрекеттерін жақсарту. Сонымен бірге көптеген міндеттерді атқаруға болады, оның ішінде ойын техникасын анықтау. Яғни сонымен бірге музыка тапсырмаларды ойын форматында бейімдеу, оқушылардың процесін бақылау. Яғни біз балалармен жұмыс жасаған кезде осы балалардың жұмыстарын қадағалап қарап отырады екенбіз. Енді музыкалық білім беруде геймификацияның маңыздылығы. Жалпы ол музыка сабағында балалардың қызығушылығын арттыру жағдайында музыкада қазіргі ойын элементтерінің атқаратын рөлдері өте жоғары. Оны енді біз көп сабақтардан байқаймыз. Әсіресе көп осы музыка ойын элементтерін пайдаланбайтын сабақтарда осы ойын элементтерін қосатын болса, балаға қызықтырақ болады. Яғни баланың шынайы өзі бейімделіп, сол тапсырмаларға қызығушылығы артады екен. Енді шығармашылығын дамыту. Яғни шығармашылығын дамыту осы ойын элементтерін пайдаланып отырып, балалар күннен күнге өзінің қатарластарымен бірге жұмыс жасаған кезде күнделікті бүгінгі берілген жауаптарын өзі басқа балалармен салыстыра отырып, ары қарай дамиды екен. Яғни өзінің шығармашылық дамытады екен. Енді сыни ойлауы. Сыни ойлау болғанда осы шығармашылық дамығаннан кейін балалардың ары қарай жұмыс жасауында ары қарай дамытып, яғни қатарынан қалмау үшін өзінің шығармашылығын дамытып отырады екен. Енді геймификация негізгі элементтері. Жалпы енді геймификацияның негізгі элементтері бізде ұпайлар жүйесі, деңгейлер, рейтингтер және жетістіктер. Енді бұл жерде
ұпайлар деп айтатынымыз, яғни балаларды біз көп топтарға бөлетін болсақ, оларға әрине қазіргі енді пайдаланып жүрген өзіміздің методикамызда әр балаға жеке жеке бағалап ұпай беріп отырамыз. Яғни осы ұпай беру арқылы балаларды ынталандырып, яғни әр бала өзіне берілген ұпай, яғни сол арқылы өзінің деңгейін байқап отырады екен. Енді ары қарай деңгейлікке көшетін болсақ, осы оқушылардың жинаған ұпайлары өзімен қатарлас балалармен бірге қандай деңгейде болатынын өзін бір-бірімен салыстырмалы түрде бала біліп отырады екен. Яғни бұл процесс сезім тудырып, яғни балалардың ары қарай дамуына жақсы әсер етеді екен. Ал енді рейтингтерге келетін болсақ, бұл жерде балалар осы деңгейін байқап қарағаннан кейін балалар осы өзінің қандай деңгейде, қандай рейтингте, яғни қасындағы балалармен қалай қарым-қатынаста болып, қандай жағдайларды көз көрсете алатындықтарын айта алады екен. Енді осындай деңгейін көрсетіп, рейтингтерге жеткеннен кейін балалардың ар жағында өзінің не деген жетістіктерін білетін болады екенбіз. Яғни жетістіктері балалардың жаңағы жауап беріп отыру арқылы өзіне ары қарай дамып, жақсы жетістіктерге жететін болса, сол арқылы осы балаларды марапаттап, бағалап отыратын болсақ, ол баланың қызығушылықтары одан сайын артып отырады екен. Енді музыка сабағында геймификацияның мысалдары. Енді оған әсіресе музыка сабағында, не болмаса бастауыш сабақтарда, негізінен бастауыш класстарда өздеріңіз білесіздер, бастауыш класстарда сергіту сәттерін пайдаланамыз. Яғни сергіту сәт дегеніміз балаларға белгілі уақыттарда баланың жалығып кетпеу үшін оған бір ой қозғап отыратын болатын болса, ал музыка сабағында әр сабақтарды өткен кезде балалар соны ескеріп біліп отыру үшін осы ырғақтық ойындарды, ноталық қосымшаларды, осыларды пайдаланады екенбіз. Енді бұны айта берсе көптеген салалары бар. Енді бұның негізгілеріне тоқталайық қазір. Енді музыка теориясын оқытуда барлығында осы геймификацияның көптеген әсері болады. Енді оның ішінде бізде енді пайдаланатын болсақ, мысалы аспапта ойнау үйретуде геймификациясы. Яғни бұл жерде біз енді қарасаңдар, қазір дамыған технологияда бізде енді аспаптар көп жағдайда жетпей жатқан болатын болса, көрсете алмайтын жағдай болатын болса, қазір дамыған заманда біз смартфондарымызды пайдаланып, не болмаса ноутбуктар арқылы осы аспаптарды біз балаларға көрсетіп, сол арқылы ойнау арқылы балалардың қызығушылықтарын арттырып дамыта алады екенбіз. Енді жалпылама келген кезде біз сіздерге айтарымыз, осы геймификация арқылы балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырумен бірге олардың шығармашылықтары да дамып отырады екен. Оған мысалы, мына жерде мен ар жақта қарап отырсаңыздар, мына жерде біздің көрсетілген балалардың жетістіктері бар. Осы арқылы балалар жақсы қызығушылықтарын арттырып, яғни көптеген жақсы деңгейлерге жетіп отырады екен. Енді осы геймификацияны біз енді алдыңғы сабағымызда әріптесіміз екеуміз 4-ші класстарды зерттеу арқылы біз лесен стадияға барып осыны қорғап қайтқан болатынбыз. Яғни сондағы мына жердегі сондағы көріністерді көрсетейік. Яғни оның балаға қызығушылығын арттыруда қандай пайдасы бар екен біз ортақ пікірмен бөлістік. Енді осы арқылы біз енді балалардың болашағын дамытамыз деп ойлаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жақсы, рахмет. Айығыз аяқталды, жаңа семей бастаңыздар.
Саламатсыздар ма? Мен естіліп тұрмын ба? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Мен естіліп тұрмын ба сіздерге?
көп тағына материал бастады.